адам бір нәрсеге қашан махаббат қойса, сол нәрсені ертең жоғалтатынын, сол нәрседен айырылатынын есіне түсіру керек. Сол кезде оған махаббат қоймайды. Себебі оның уақытша нәрсе екенін, ертең одан айырылатынын біледі. Бірде Ибн Утай рахмахулла өзінің сондай жақсы көркем үйіне қарап тұрып, көркемдігі, үйінің әдемілігі өзіне ұнайды. Қарап тұрып артынша жылайды. Жанындағылар не болды деген кезде ол кісі: "Валлахи лаулал маут лакунту бика масрура ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا". Валлахи, егер өлім болмағанда сені көріп қатты қуанар едім. Адам кейде үйін соғып жатады, бүкіл байлығын барын соған салып жатады. Ал Алла субхана ва тағала оған сол үйге кіріп рахатын көруді жазды ма, жазбады ма білмейді. Яғни үйіне қарап тұрып, оның уақытша екенін, ертең одан айырылатынын, ертең о дүниелік болатынын ол кісі есіне алып, егер өлім болмағанда сені көріп қатты қуанар едім. Егер тар қабірге түсетінім болмағанда бұл дүниені көріп көзайым болып, бұл дүниемен шынайы қуанар едім деп артынша қатты жылаған екен. Уламалар айтпақшы, неге махаббат қойсаң да, кіммен болсаң да, ертең одан айырыласың, ертең өлім періштесі әрқайсымызға келеді. 950 жыл өмір сүрген Нух алейхиссаламға да өлім келген еді. Қанша ұзақ жасағандар да дүниеден өтті. Қанша байлар да дүниеден өтті. Ана раббукумул а'ла, мен сенің раббылармын деген Фираун да, Намрут та дүниеден өтті. Бүкіл әлем олардың атын атаған кезде дірілдеген неше түрлі диктаторлар да, қанша жерлерде дүниеден өтті. Өлім әрбір адамның бұл дүниедегі соңғы аялдамасы.